Ең алдымен науқасқа электрокардиограмма жазатынымызды айтып түсіндіреміз. Одан кейін науқас туралы барлық мәліметтерді компьютерға толық енгіземіз. Фамилияң? Муканов Оңдасым Амангазиевич. Туған күнің, айың, жылың? 8 айдың 12-сі 91 жыл. Диагнозы тексеру. Бойың? 1,74. 1,74 сантиметр. Салмағың? 74. Салмағың 74 килограмм, иә? Тексеру. Электрокардиограмма жазамыз бірінші рет. Науқасты кушеткаға дұрыс орналастырып шалқасынан жатқызамыз. Науқасты белге дейін жалаңаштандырылып, балтырларын киімнен босатамыз. Зерттеуді демалғаннан кейін 10-15 минут, тамақтан кейін 2 сағаттан кейін бастаймыз. Электродтардың тері жабындарымен байланысын жақсарту алу үшін терілерін спиртпен өңдейміз, немесе оған гель жағамыз. Оң қолға қызыл электрод саламыз, сол қолға сары электрод саламыз, сол жақ аяққа жасыл электрод саламыз, оң жақ аяққа қара электрод саламыз. Аяқ қолдарына электродтарды салып болғаннан кейін, кеуделік тіркемелерді жазу үшін грушалар қоямыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші қабырға аралыққа төстің оң жағына бірінші груша қойылады. Төстің сол жағына төртінші қабырға арасына екінші груша қойылады. Төртінші қабырғаның үстіне үшінші груша қойылады. Орта бұғана сызығымен бесінші қабырға аралықта төртінші груша қойылады. Бесінші қабырға аралықта алдыңғы қолтық сызығы бойынша бесінші груша қойылады. Қолды сәлешесін. Бесінші қабырға аралықта орта қолтық сызығы бойынша алтыншы груша қойылады. Содан кейін науқасты кушеткада сәл босаңсып жатуын сұраймыз. Ең алдымен жазу жылдамдығын орнатамыз. Ол 50 мм секундына, калибровкасы 10 мм. Жазардың алдында мониторинг өткіземіз. Мониторингтағы әрбір тіркемеде жазудың тексереміз. Әрбір тіркемелердегі жазулардың дұрыстығын тексергеннен кейін электрокардиограмманы жазу басталады. Электрокардиограмма жазған кезде QRST циклдарын ең кем дегенде 4-4-тен аламыз. Электрокардиограмма жазылып болғаннан кейін ЭКГ пленкасын шығарамыз. Электрокардиограммасы жазылып болған соң, науқастағы электродтар мен грушаларды аламыз.
сізге электрокардиограмма жасап болдық, тұруыңызға болады. Енді мына электрокардиограммасының қорытындысымен дәрігерге баруыңызға болады. Көп рахмет.